Саламатсыздар ма? Шаблондарды қайдан алуға болады деген сұрақтар көп түсіп жатыр. Шаблонды ютубтан футаж деп істеп алсаңыздар болады, бірақ басқа бір өзгеше ютубта жоқ шаблонды қайдан алсақ болады деп те жатады. Оны біз Canvaдан алсақ болады. Мінекей Canvaға кіргеннен кейін поискқа приглашение деп жазамыз. Мінекей осындай әртүрлі фотолар шықты. Фотолар болса да ала берсек болады. Мінекей мына Merry Christmas деп тұр. Осы фотоны таңдайын. Фотоның шетіндегі элементтерді басып, астында анимация деген пункт бар. Сол пунктті басып, өзіміз қалаған анимацияны таңдаймыз. Мысалы, мінекей Pulse деген таңдадым. Қасындағы барлық элементтеріне осылай анимация қойып шықсаңыздар болады. Мінекей осы Canvaның ішінде тексттерін барын өзгеріп шықсаңыздар болады. Болмаса осылай өшіп тастап, видео болып сақтап Canvада жасауға болады. Енді астында 4 бұрыш тұр. Осы 4 бұрышты басамыз. Дубликат, дублировать деп, екінші дубликатын қоссаңыздар болады. Осылай екінші дубликатын ашып, бұнда да мінекей осылай кішкене сәндеп екінші шаблонын жасайсыздар. Бұнда да мінекей анимацияға кіріп, плюс таңдалып тұр екен. Осылай плюс 4 бұрышын басып, тағы да плюс бассаңыздар, осында кіріп, плюстерді басып, мұнда басқа да шаблонды қоссаңыздар болады. Осы шаблонды қосып жіберейін қасына. Мұнда да анимация қосамыз. Осы секілді плейді басып көрейік. Осы секілді енді өзіңізге қалаған шаблондарды алып, осындай фото шаблон болса да видео шаблонға айналдырып скачать етіп аласыздар. Мінекей скачать басамыз. Все страницы деп, готово. Видео қылып качествосында жоғарылатсаңыздар болады. Ыңғайларыңызға қарай скачать етіп аласыздар. Осылай шаблонды CapCut'қа ашып, өзіңіз ұнатқан кез келген шаблонды CapCut'та өзгерте берсеңіздер болады. Мінекей жүктерді осылай өзгерте бересіздер. Мінекей приглашение десек, видеоларда шығады. Әртүрлі гүл, гүлді шақыртуларда шығады, әртүрлі дизайнда шығады. Мінекей плюсті басайын. Қараңыздар. Детскийда, үлкендерге, кішкентайларға әртүрлі осындай шаблондарды видеоға айналдырып жүктеп ала бересіздер. Мінекей детский дедім, детскийда түрлері өте көп.